Баршаға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздерге картоптың керемет дәмді қуырудың жолын үйрететін боламын. Осындай әдемі керемет болып шығады. Алдымен менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші, етімізді кез келген ет бола береді. Тіпті тауықтың болсын, қойдың болсын, кез келген ет болады. Осыларды майдалап, осылай турап аламыз. Барлығын бірдей тураған маған ұнайды. Картопты да, пиязды да, етті де, пиязды да осылай турайсыздар. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар достар. Сонда менің әрбір салған видеомды бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Колокольчикті де басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын осылай турап алып, барлығын жайғастырамыз. Бұл өте дәмді болып шығады. Бұл түрі міндетті түрде жасаңыздар. Міне мен барлығын турап алдым. Енді қазанымызға майды қойып ысытамыз. Және де етімізді 5 минут, 7 минут бойы жақсылап қуыратын боламыз. Енді мен сояны қосамын. Бұл өте ерекше дәм береді. Сосын пиязымызды салып, бұны да 4-5 минуттай қуырып аламын. Пока менің пиязым қуырылғанша, мен мына жақта бір кесеге ат жиганы аздап, 2 қасық томат, тұзымды, бұрышымды барлығын салып, тіпті чеснок болсын сала беруге болады. Аздап су құйып, барлығын бір келкі араластырып, және де тағы да үстіне су құйып, бір кеседе етіп жасап аламын. Бұны судың орнына мен осылай жасаймын. Өте дәмді, ерекше болып шығады дәмі. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Картопты саламыз енді пияздан кейін. Картопты да 3-4 минуттай қуырып алғаннан кейін жаңағы дайындаған суымызды, яғни дәмдеуіштер салсаңыздар да болады, соны құйып, бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Астын өте баяу қоямыз. Бұл картопымыз майдалап туралған соң 15-20 минутта пісіп қалады. Міне осылай құямыз. Өте ерекше болады, иісі де. Міне біздің картошкамыз дайын. Ас болсын. Менің каналыма жазылып кетуді және де колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің әрбір шыққан, бірінші болып шыққан рецептімді көретін боласыздар. Осылай бетіне пиязбен тартсаңыздар болады. Ерекше дәмді болады. Сіздермен болған Әйгерім. Қош сау болыңыздар.